Hi guys, қайырлы күн. Қалдарыңыз амансыздар ме? Олай болса 12 шақ тесттарға тоқталып кетейік. 5-ші бөлім. Асел, her homework yesterday. Кілт сөзді тауып аламыз. Yesterday. Значит, бұл не бізде? Past simple деген сөз. Past simple. Яғни, Асел, past simple'дің кілт сөзі болымсызда не болады бізде? Didn't и начальная форма глагола. Didn't бастапқы формасы. Значит, алма болады. Асел didn't do her homework yesterday. Асел жұмысын кеше жасамады деген сөз. Келесі. Max dinner when I saw him. Max кілт сөзіне when I saw him. Оны көрген кезде ол бір нәрсе істемей жатты деген сөз. Значит, бұл бізде не болады? Past continuous. Okay? Past continuous. Past continuous формуласы was немесе weren't, wasn't немесе weren't и verb ing. Значит, болады. Max wasn't cooking dinner when I saw him. Когда я его видел, он не готовил ужин. Макс кешкі асты дайындамай жатқан, мен оны көрген кезімде. Next one. Айдана apples before breakfast дейді. Айдана таңғы астан бұрын алманы жемеді деген сөз. Бұл бізде не болады? Past, perfect, simple болады. Past perfect, simple. Past perfect формуласы не еді? Had, verb 3. Had, hadn't eaten apples. Жемеді деген сөзді завтрактан бұрын. Өткен болса завтрак, завтрактан алдында деген сөз. Келесі Ахмед футбол. He isn't tired. Результат көзбен көреміз. Оның алдында созыла аяқталған әрекет бізде не болады? Past perfect continuous болады. Past perfect continuous формуласы had been ing болымсызы hadn't been ing. Значит, не болады? Ahmed hadn't been playing football. He isn't tired. Ахмед ұзақ уақыт бойы футбол ойнамады, сондықтан ол не шаршап тұрған жоқ. Олай болса, құрметті достар, видео ұнаған болса, лайк басып, міндетті түрде тіркеліп кетейік. Және де біз сіз үшін 2 айлық курс дайындап қойдық, магистратура курсы, ОБТ курсы, және де деңгейлік курстар. Кері байланыспен небәрі 2 айға 20 000 теңге. Олай болса, аман болыңыздар.